Сәлеметсіңдер ме балалар, менің арнама қош келдіңдер. Бүгінгі сабақтың тақырыбы ғылымдағы жаңалықтар. Сабақты көрмес бұрын маған тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңдар. 5-ші тапсырма. Мәтіндегі көтерілген мәселені әлеуметтік қажеттілік тұрғысынан анықта. Ғылыми жаңалықтардың адам өміріндегі мәнін өз сөзіңмен айтып бер. 5-ші тапсырма. Ғылыми жаңалықтардың адам өміріндегі маңызы зор. 20 ғасырдың ортасынан бастап ғылым мен техника тұтасымен бірігіп, қазіргі ғылыми-техникалық революцияға келді. Сол ғылыми революцияның нәтижесінде жаңа технологиялар пайда болды. Химия, биология және жер туралы ғылымдар дамыды. Ал енді балалар, тілдік бағдарға шолу жасайық. Нүктелі үтір жай сөйлемдердің арасына қойылады. Бұл белгілі қоюда сөйлемнің құрылысы мен мағынасы негізге алынады. Нүктелі үтір мынадай жағдайларда қойылады. Бірінші жағдай. Баяндауыштары тұлғалас, мағыналары теңдес, санамаланған сөйлемдер жалпылауыш мәнді сөйлемдердің мағынасын ашып тұрса, санамаланған сөйлемдердің әр қайсысы нүктелі үтірмен ажыратылады. Мысалы, жұрттың бәрі соған қарай дүрлікті. Біреуі қолын бұлғады, біреуі оның атын аттап айғайлады. Енді біреулері ерсілі-қарсылы жүгірді. Бейімбет Майлин. Нүктелі үтірдің қойылатын екінші жағдайы. Баяндауыштары тұлғалас сөйлемдер бірін-бірін толықтырып тұратын болса, ондай салалас құрмалас сөйлемдердің арасында нүктелі үтір қойылады. Мысалы, кісіге біліміне қарай болыстық қылады. Татымсызға қылған болыстық өзі адамды бұзады. Абай. Нүктелі үтірдің не екенін және қандай жағдайда қойылатынын түсіндіңдер деген ойдамын. Тілдік бағдарға сай, тыныс белгілерін қолдана отырып, үзілістегі оқиға жайлы шағын мәтін жаз. 6-ші тапсырма. Үзілістегі оқиға. Үзілісте Арман мен Сая бірге кітапханаға барып келеміз деп шешті. Бірақ кітапханаға бара жатқанда олар Айдос пен Әлияны кездестіріп қалды. Олар Арман мен Саяға қосылғылары келетінін айтты. Осылайша барлығы кітапханаға барып, жаңа кітаптар алып оқуға кірісті. 7-ші тапсырма. Мәтінді оқы. Нанотехнология. Нанотехнология адамның көзіне көрінбейтін майда бөлшектерді белгілі бір ретке келтіре отырып, әлдебір құрылымды жасап шығару. Нано сөзі миллиардтың бір бөлігі деген мағынаны білдіреді. Оны қазақ тілінде кішкентай өлшемді технология деп атауға болады. Бүгінде нанотехнологиялар арқылы заманауи есептеуіш мәшинелер мен өндірістік технологиялардың, тіпті дәрі-дәрмектердің де өндіріліп жатқаны белгілі. Осындай құрылғылар адамның ішкі ағзасына қалпын келтіреді, немесе біздің қанымызды айналып, хирургтерге микробтарды жоюға көмектесе алады. Балалардың танымдық энциклопедиясынан. Балалар, 7-ші тапсырмадағы мәтінді оқып болдық, 8-ші тапсырмаға көшейік. Нүктелі үтірді қолданып, нанотехнология жайлы өзіндік пікіріңді дәлелдеп, шағын ауызша мәтін құра. Нанотехнология деген сөзді өзіміздің қазақ тілінде түсіндіретін болсақ, кішкентай өлшемді технология дегенді білдіреді. Нанотехнологияның көмегімен генетика, медицина, клондау, микроағзалардағы бактерияларға әсер ету және машина жасау, электроника, тағы да басқа өндірістерге арналған жаңа материалдар алу сияқты істермен айналысамыз. 9-ші тапсырма. Оқылым мәтіндеріндегі ғылыми терминдерді, ресми сөздерді анықта, мағынасын түсіндір. Олардың заманға байланысты атауларын салыстырып айт. Үлгі. 1. 20 ғасыр жаңалықтары. 2. Қазіргі заманауи жаңалықтар. 9-ші тапсырма. Менделеевтің периодтық жүйесі. Менделеевтің химиялық элементтер кестесі. Кванттық механика, толқындық механика, бөлшектер мен жүйелерді сипаттайтын теория. Кибернетика. Басқару жүйелеріндегі ақпаратты алу, сақтау және өңдеу ісінің жалпы заңдылықтары жайлы ғылым. Электронды есептегіш мәшине, компьютер, атом энергиясы, атом ядросынан бөлінетін энергия түрі. Химия, заттарды және олардың бірін-біріне айналып, өзгеруін зерттейтін жаратылыстану ғылымдарының бірі. Биология, тірі ағзаларды және олардың тіршілік ету процестерін зерттейтін ғылым. 10-ші тапсырма. Төмендегі суреттердің нанотехнологиялық ерекшеліктерін ақпарат құралдарынан, ғаламтор көздерінен жаңалық ретінде іздестіріп, оларды ғылыми термин, деректер арқылы сипаттап, диалог құрыңдар. Диалог кезінде нүктелі үтірі бар сөйлем құрауды да ескеріңдер. Сәлем Айдос. Айдос, сен нанотехнологияның не екенін білесің бе? Сәлем аяулым. Я, әрине білемін.
Нанотехнология дегеніміз кеңістіктің нанометрлік аймағындағы жеке атомдарға, молекулаларға, молекулалық жүйелерге әсер ету арқылы жаңа физика-химиялық қасиеттері бар молекулалар, наноқұрылғылар мен материалдар алу мүмкіндіктерін зерттейтін қолданбалы ғылым. Ал нанотехнологияның нәтижелерін қандай салаларда байқай аламыз? Нанотехнологияның нәтижелерін өндірісте, медицина, электроника, ауыл шаруашылығы, мәшине құрастыру тағы да басқа салаларда байқап көруге болады. Керемет! Айдос, нанотехнология біздерге тағы қалай көмектесуде? Нанотехнология күн және жел энергиясы сияқты бағламалы энергия көздерін дамытуға көмектесуде. Мысалы, күн батареялары күн сәулесін электр тоғына айналдырады. Тілдік бағдар айдарындағы ережелердің өзіне тән ерекшелігін, қызметін, маңызын талда. Семантикалық карта. Бірінші, нүкте. Қандай сөйлемдерде қолданылады? Жауап: хабарлы сөйлемнен кейін қойылады. Мысалы, қыс түсті. Үтір. Екі ойды біріктіретін сөйлемнің арасына не қойылады? Жауап: үтір қойылады. Мысалы, ғалым бірнеше археологиялық ескерткіш тауып, ежелгі қорым қоныстардың орнын анықтады. Үшінші, көтеріңкі дауыспен айтылған сөйлемнен кейін не қойылады? Жауап: леп белгісі қойылады. Мысалы, қандай керемет! Нүктелі үтір. Құрмала сөйлемнің құрамындағы жай сөйлемдердің аражігіне қойылатын тыныс белгі қандай? Жауап: нүктелі үтір. Мысалы, кісіге біліміне қарай болыстық қылады, татымсызға қылған болыстық өзі адамды бұзады. Абай. 12-ші тапсырма. Сөйлем ішінде қос нүктені жиі қолданып, Қазақстан ғылымы жайлы 4-5 сөйлем жаз. 12-ші тапсырма. Қазақстан ғылымына үлкен үлес қосқан ғалымдар өте көп. Мысалы ретінде Шоқан Уәлихановты, Ахмет Байтұрсыновты, Ыбырай Алтынсаринді, Қаныш Сәтбаевты, Болат Жұбановты және тағы да басқа ғалымдарды айтуға болады. Осындай керемет ғалымдардың арқасында Қазақ ұлттық ғылым академиясы, Қазақ білім академиясы, Қазақстан даму институттары ашылды. Сонымен қатар, қазіргі уақытта Қазақстанда ғылым өте қарқынды түрде дамып келе жатыр. 13-ші тапсырма. Төмендегі ақпарат пен суретті пайдаланып, оны көпшілікке таныстыру мақсатында жарнама құрастырып жаз. Жарнамада тыныс белгілерінің дұрыс қойылуына мән бер. Неологизм сөздерге көңіл бөл. 13-ші тапсырма. Сәлеметсіздер ме? Мен мына теледидарды сатуға шығарамын. Өте тұнық, экраны үлкен, кинофильмдер көруге өте ыңғайлы. Пиксельдері көп болғандықтан экранның көрсету сапасы мен тұнықтығы керемет. Ұзындығы 120 см, ал ені 60 см. Осы теледидарды шығаруда нанопиксельдер үлкен рөл ойнады. Сатып алуға кеңес беремін. Балалар, осымен сабақ аяқталды. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңдар. Келесі сабақта жүздескенше.